Карантинге кім кінәлі? Әлемді өзгерткің келсе, әуелі өзіңді өзгерт. Сосын айналаңда өзгереді. Өзгерісті өзіңнен баста деген афоризм миымды қағып алды. WhatsApp'ты қоссам да, фобыны қоссам да осы пәлені оқи беремін. Тіпті қайбір күні теледидарда бір кинодан да осылай айтып жатыр. Бәрі өзгер дей береді. Өзімді өзгертсем, әлем қалай өзгермек? Осыған басым жетпейді. Тап бір бүкіл әлем интернет телеарналардың бәрі мені өзгерте алмай қиналып жүрген сияқты болып кетті. Әлемде осыдан басқа нақыл қалмағандай. Әлемнің өзгеруі маған қарап қалған ба деп те ойлап қаласың. Өзгеріп көрейінші дедім. Бәлкім мына ауылым қалаға айналып, ана көшеде стадион, мына көшеде цирк ғимарат салынып, көшемнің арғы беті көк базарға айналып кетер. Осы мен өзімді өзгертпей айналаның бәрін қинап жүрген жоқпын ба деп жиі ойлайтын болдым. Олай болса масқара ғой, әлемнің өзгеруіне обал жасап, кедергі болып жатқан болсам, онда нағыз оңбаған екен мынау. Өзгеруім керек. Бірақ неден бастасам екен? WhatsApp'тан осы афоризмді жіберген адамға хабарластым. Қалай өзгерсем болады, жолын айт. Ол хабарламама түсінбеген сыңайлы. 02.02.2020 жыл. Керемет дата. 1000 жылда бір келеді. 1000 адамға тарат деп хабарлама жіберді. Мына WhatsApp'тан дені дұрыс жауап келмейтінін білдім де қайта сұрамадым. Қалай өзгеру керек? Жауап іздеп күндер өтіп жатты. Мына өзгергісі кеп бұлқынған әлемді құтқаруым керек. Айналаңды өзгерткің келсе, өзіңнен баста. Неткен жексұрын сөз? Неге мына мен бастауым керек? Неге анау Бегділда немесе оның арғы жағындағы Мұхтар бастамайды? Күндер өтіп жатыр. Мен болсам өзгерісті неден бастарымды білмей әлекпін. Bir күні таптым. Неден бастау керектігін. Мінезімді өзгертем. Сол күннен бастап үлкенге де кішіге де сіз деп сөйлеп сыпайы бола бастадым. 2-3 күннен соң айналама қарадым. Ештеңе өзгермеді. Сонда ғана қабылдаған шешімімнің дұрыс еместігіне көзім жетті. Мүмкін менің өзгерісімді айналам байқамай жатқан шығар деп ойладым да енді киімімді өзгерттім. Жоқ, бұл да дұрыс емес екен. Өйткені айнала әлі тым-тырыс. Тіпті көршімнің қисайған шарбағы да түзелген жоқ. Қабырғаммен кеңестім де шашымды алдырып тастадым. Өзгерістің жоғары жақтан басталғаны дұрыс қой. Сөйттім де айналамнан үлкен өзгеріс күттім. Осыдан ештеңе өзгермесе, ана афоризмді шығарған адамды жердің түбінен болса да тауып алып, мал екенсің деп бетіне түкірем. Осылай іштей кіжініп тұрғанымда оқудағы қызым телефон шалды. Көке, ертең үйге қайтамын. Неге оқушы? 1 ай демалыс, карантин. Ертесіне түсте ақ қызым үйге кеп қалды. Екінші ұлым мен кіші 2 қызым үйде жүр. Мектепке неге бармадыңдар? Карантин ғой, 1 ай оқу жоқ. Көшеге шығып айналаға қарамақ болдым. Өзгеріс бар ма, жоқ па деп. Үйдегілер шу ете қалды. Шықпаңыз, үйде отырыңыз, карантин. Сылқ етіп отыра кеттім. Bir кезде көзім атыздай болды. Өзгеріс? Мәссаған. Мына әлем сонда осылай өзгергені ме? Үйден шығуға болмайды, қол алысып амандасуға болмайды. Өзгеріс емей немене? Сонда ана афоризм шын болғаны ма? Әлемді өзгертем деп бүлдіріп жібергенім түсінікті болды. Сол секундтан бастап сіз деп сыпайылануды доғардым. Өзгерткен киімдерімді отқа жағып, бұрынғыларымды қайта киіп алдым. Шашымды өсірейін десем, 1 ай күту керек. Қазір күн сайын айнаға қараймын. Шашымның өскенін күтемін. Өссе әлем бұрынғы мамыражай қалпына оралып, бәрі дұрысталады деген үмітім бар. Және оған сенем де, сіз де сеніңіз. Жиі менің шашымның өскенін тілегіңізге қосып жүріңіз.